Осыны ұстап аламыз, сосын жейміз. Давай же. О, әне. Дарбыз жеп жатырық біздер деген. Пляжға келдім, ура, пляж. Ой, таң атпай ұйқым ашылды ғой. Әлі, сағат деген енді 7 болыпты ғой. Қой тұрайық ендеше. Бәрібір аунап жата бергенде не істейміз? Так, біздерге енді ең бастысы кеттік сыртқа шығайықшы, ең бірінші. Сыртқа шығайық, салқында бүйтіп көшеде жүріп алайық, әйтпесе жаман ыстық. Кім сигнал шалып жатқан көрейікші, так. Тұра тұр, есікті ашып көрейік. Аха. Мыналарға сигнал шалып жатыр екен ғой. Чорта мыналар әдепсіз кіріп кете береді. Мынаны қараңдаршы, машинаның түр-түрі қымбат машиналарда абаған адамдар. Неге өйтіп тұра береді, кетсейші, мә. Все түсіріп тастадым оны. Өз машинасына отырып қашып кеткенсің ғой. Керек емес бұл машинасына ағылам мен. Өзім BMW мен Мустангым тұрғанда, я. Короче, қаланы аралаймыз қазірге. Ол 9-ға шейін бізде. Жұмыс уақыты 9-ға шейін. Короче, мен жаяу қаланы аралағым кеп тұр. Наңғырандар, мынау бір тентек қой ұқсап бір самолет айналып жүр осы вилланың үстінде. Білмеймін, мынау еріккендердің ісі ғой. Мына қалада әбден зеріккен адамдардың бәрі бар ғой. Ауылдағы өмірдің бірінші сериясы. Негізі қазіргі 21-ші ғасырдың ауылдары осындай болады ғой, ничего. Наңғырыңдар. Біздің остановкада отырады адамдар, мынандай қыздар бар. Так, еще мынандай магазиндер бар арасында. Ты чё? Мына жерде тамақ сатып алуға болады деген. Давай дарбыз алайық та, дарбыз. Так, дарбыз қанша теңге тұрады екен бізде? Аха, бір бүтін дарбыз ол $10 тұрады екен. Кет сатып алдық, все. Бой, енді үйге дарбыз алып қайтатын болдық, кеттік айналып қайтып көшені одан көріп былайынан. Бірақ мынау солға қарай поворот жоқ қой, что-то. Окей. Біз былай қарай барайықшы. Бой, мына Lamborghini'ді қараңдаршы, мынау неғыл дейді. Мыналар айналып қайтып келіп жатыр, көріне ма? Базар жоқ. Мына BMW X5. Базар жоқ, бұл енді бұл ауылда түрлі әдемі машиналар жүреді. Миллионерлер қаласы дейсің ғой бұл деген. Типа, мына жерден де қайтып кетуге болады екен атқа қарай. Кішігірім ауыл енді. Өзіме ұнайды, жақсы үйім бар, машинам бар, 2 машинам бар. Банк қызметкері болып жұмыс жасаймын. Давайте одан гөрі пробежка жасайық, жүгіріп үйге барайық дегенде. Ол сағат 9-ға шейін. Қазір сағатты білмедім, енді үйге барып көру керек, сағат қанша болған. Жүгірейік, давай, де шаршау керек бізге. Үйге де кеп қаппыз ғой өзі. Өз кішкентай ауыл, несін айтасың оны. Үйге келдік, давайте отырып алып дарбыз жейміз бе біздер деген. Так, короче, үйсте отырасың ғой. Бір өзің тұрған екен үйде зеріп кетесің ғой, короче. Достар, осындай бір керемет ауылдағы өмір сериалы. Біз уже 2-ші серияға келіп жеттік, айтпақшы. Бәріңе сәлем, амандасуға ұмытып кеттің ғой. Так, біздер дарбызды қайдан алып жүрдік? Сумкамда бар ма? Вот. Осыны ұстап аламыз, сосын жейміз. Давай же. О, әне. Дарбыз жеп жатырық біздер деген. Достар, ойбай, енді ренжімесіңдер, өйстіп үйімді бұзып алам. Мынау ұста шақыртып қайттан бұзу оңай негізі. Бұда база жоқ. Телевизордың түрін қараңдар. Окей, мән бермей қойыңдар, ондай нәрсеге бұзып алаққан мынау деген нәрсеге айтпақшы. Менде бассейн бар, артқа есіктен шығу керек, ол үшін бізге так. О жақ қарап қайтып барамыз дегенде ғой. Менде сұрақ туындап тұр. Давайте секіре салайық осы жерден. Оппа. Енді бұлай барамыз. Вот, міне менің үлкен бассейнім деймін ба? Или біреудікі ма бұл? Мен аулам қоям, мынау, Өзім ауламды білмеймін, әйтеуір адамдардың бәрі шатасы өйстіп жүре береді. Мынаны қараңдаршы, халықтың бәрі менің үйімде әйтеуір. Бұның бәрін білмеймін. Қалай қусам да бәрібір бұларға бар ғой. Жаздың күні қаратасың ғой бұларға еще. Жаздың күні. Айтпақшы, қалай достар, мен Майнкрафттағы скиніме тур келемін. Мынаны қараңдаршы, өте керемет бір жақсы сатып алдым, әдейі. В общем, алдағы уақыттардан бастап дұрыстап сценарийға кіреміз. Кәшше мен просто жүрмін десем болады, Так, что там суға түсеміз ба? Давайте тереңірек суға түсек та. Хоппа, вау, жүземіз естіп, кайф. Ыстық болғанша қазір жүзу керек. Айтпақшы, сағат неше болды екен мен? Барып үйге барып көріп қайтуым керек. Айтпақшы, бір шөгіп алайықшы. Хоппа, давай шөгу керек бізге. Опа, астына кіріп кетсе судың.
астына кіріп кетесің ау. Или кірмей ма? А, міне. Астына өйстіп кіріп тұр, шомылуға болады, короче. Базар жоқ, өйстіп шомылып бір салқындап рахаттанып аласың әйтеуір. Хоппа. Кеттік біздер деген ішке кірейік енді. Жүгіріп отырып. Или жұмысқа бара береміз ау. Уже 12 болып кетті ол сағат. Мен деген әлі жүрмін. Жұмысқа мен жаяу барғым келген, бірақ мен неге мына мустангымды айдамасқа өз жақында сатып алған дұрыс па? Давайте үстін басып айдаймыз дегендей кеттік. Базар жоқ. Мустанг пен BMW i8. BMW i8-ді мен анда-санда айдаймын. Басып кете бересің, смело, қорықпай. Бұл қала дейтін, ойбай. Porsche Panameraға шейін бар ғой. Бұл жерде тәк банк қайда еді бізде. Оппа деп жүре беру керек алдағы қарап біздер. Жолынан шықпаңдар сол үшін. Ато бүйтіп қағып кете берем. Феррари анау мынау бәрі бар. Менікіндей мустанг алғандар бар. Міне жұмысқа да келіп жеттім мен деген. Так, болды, машинаны парковать етсе, Все, болды, все. Тұра бер, проект. Бүгінгі видео ұзақ болайын деп тұрғы, давайте ішке кірегенде ше. Мәссаған, жұмысқа ешкім келмеген ба? Айтпақшы, бүгін жексенбі емес па? Ой-ой-ой, бүгін жексенбі суббота дегенде банк жабық болады ғой, бәсе жұмысы коллективім қақтыға кеткен десем. Так, бізде мектеп бар, еще кеттік, мектептің ішін көрсетейін ба сендерге? Ойбай, правдасы бар біреудің, қараңдаршы. Кеттік мектептің ішіне кірейік. Мен бала кезімде оқып кеткен мектеп дегенде. Мына классқа кіріп қарайық. Хоппа. Базар жоқ. Так, дегенде ендеше біздер мына жағын қарайық. Екінші этажға шығатын жақ дейсің ғой. Давай. Мына жаққа барып қарайық. Короче, бұл мектепте ондай қатты қызық жоқ. Оқушыларда жоқ па бір нәрсе ғой. Мектеп, айтпақшы демалыс екен ғой, оқу енді басталады. Бәсе оқушылар қайда кеткен десем. Давайте біздер одан гөрі теңізге бар шомылып қайтпаймыз ғой, пляжға барып. Мен мустангымды тастап кетіп жатырмын ба? Жаяу жүрмін ғой. Давайте одан гөрі мустангымды мініп алайын. Бензин аз қапты ғой бұның да, Жарайды, бензин азғасын мейлі. Бітіп жатса, если чо, мен басқа машина ұрбай салам, бәрібір маған. Кеттік, жүре берейік. Ой. Бәрібір соқса берсең да, короче. Бензин аз қалды уже, біздер жай жүріп қалдық дегенде кеттік. Короче, жетіп қалдық, пәште жетіп қалдық. Пляжға кеп қалдық. Уайымдамаңдар, менен мына жерде 3 машина тұр, бензин бітіп қалғанмен. Оппа, келдік. Так, телефонда кім звондап жатқан, сообщение келді ма десем, сообщение жоқ екен, бәсе кеттік. Пляжға келдім, ура, пляж. Тұра, қандай машина BMW R8 ба? Қандай бір R8 машинасы оны? Audi R8 бұл наңғырыңды машина пляжға шын кіреді. Camaro Chevrolet. Мәні Купер, мини Купер. Мына жерде барлық машина бар, базар жоқ. Давайте біз пляжға келдік қой, шомылмаймыз ба? Ана қайықты қараңдар, яхтыны, яқта яхтым ба? Создать етуге болатын сияқты кеттік көрейікші мына яхтына. Так, былай, go десек. Мына жаққа мініп кетер екен, қызық емес қой ол, нағылам оны. Одан гөрі шомылмаймын. Анау қайыққа мініп алады екен, если үйтетін болсам. Давайте кеттік, шомыламыз. Кайф, Ё-моё, уже сағат деген 4 болып жатыр. Ничего, шомылып алайық біздер деген. Так. Кайф, на су деген. Балықтар және тып-тынық, адамдардың бәрі суға шомылып жатыр. Әрине кешке қарай жылы болады ғой. Давайте, егер достар видео ұнап жатса, лайктарын басыңдар, ал мен судың астына шөңгеймін. Кайф бір. Так, вертолет, самолет тұрышып жүр екен ғой, кеттік. Болды, все, нормальный болды менде деген. Любой бір машинаны алып кете береміз мына жерден дегенде, қайсысын ұнайды соны алып кете беремін. Короче, мына Феррари тұр, мынау бір Мерседес тұр. Давайте осыған мініп алайық. Хоппа, кеттік.
үйге қайтамыз енді біздер. Аха, адамдардың бәрі тынбайды, көшенің бәрінде адамдар, ё-моё. Так, мен осы жақтан кетпедім өзі. Білмеймін, мына жақта бассейн бар еще. Так, артқа қайтамын ау деймін, мен бұл жақтан келмедім, по идее. Арт жағымнан келдім я. Так, кеттік, опа. О, дрифт. Машинаның ішінен өтіп отқан ба, базар жоқ. Абайландар. Жолымнан қашындар, лучше жолымнан қашындар. Мен сендер сияқты машина айдау білмеймін, праваны сатып алғам. Так. Давай, дұрыстап жүре бер. Ё-моё, бұрылса не бұрылмайды. Так. Міне мына жерде машина сатып алуға болады дегендей. Lamborghini, анау түрлі зор машиналар тұрған мына жақта я. Ойбай, мен деген бензин толтыратын жерге кеппін. Бізге мына жаққа бұрылу керек еді бәсе. Так, уже мынау қалада шатасасын енді әрине. Ё-моё, мынау адамдарды, мынау машиналарды бір ереже жоқ мынау біздің ауылда бар ғой. Қала дей берсең де болады әрине. В общем, үйтіп комментарийға жазбай ақ қойыңдаршы, мақұл. Андай, мынау қала дейсің, бір ауыл дейсің, сен ауылдағы өмір сериал түсіп жатсың ғой дегендей сияқты. Білем, ауылдағы сериал түсіп жатқан, бірақ 21-ші ғасырдағы ауыл осындай ғой, енді нағыл дейсіңдер маған. Кеттік, одан гөрі біз үйге кірейік, кеш болып кетті уже уақыт дейтін. Мына жерде так бізде кассета бар ғой, 90-шы жылға. Үйімде не бар, не жоқтығын ұмытып қалған дейсің ғой. Кеттік, ендеше базар жоқ, енді демалу керек.